Қайырлы күн балалар, көңіл күйлерің қалай? Бүгін мен сендермен сабақта осындай кірпінің жасалу жолын көрсетемін. Бізге кірпіні жасау үшін ең алдымен ермек саз керек, және де ермек сазды қоятын ақ қағаз керек, және де кірпінің тікенектерін шығару үшін осындай макарондар қажет болады. Алдымен өздеріңе ұнаған, қалаған түстеріңді алып, осылай дөңгелектеп алыңдар. Енді қара түсті аламыз, кішкене ғана мөлшерде кесіп аламыз, одан кейін оны қолымыздың көмегімен дөңгелектейміз. Бұл бізде кірпінің мұрны болып саналады. Кірпінің мұрнын жасап болғаннан кейін тағы да қара түсте кішкене ғана мөлшерде алып екіге бөлеміз, оны да қолымыздың көмегімен дөңгелектейміз. Енді біз ақ түсті аламыз, оны кішкене ғана мөлшерде алған дұрыс. Кірпінің көзінің мөлшерінен де кішкентай болуы қажет. Бұны да екіге бөліп дөңгелектеп аламыз. Балалар, қараңдар, мына жерде бізде ең үлкен болып тұрған ол сары түсте, ол сары түсті аламыз. Осылай қолымыздың көмегімен кірпінің тұмсығын шығарамыз. Енді осы жерде қайсы қара пішін үлкен болып тұр, табыңдаршы. Дұрыс балалар, жарайсыңдар. Енді біз осыны жаңа тұмсығын шығарған жағына қарай ең үшкір жағына қоятын боламыз. Балалар, қараңдар, бізде қанша қара дөңгелек қалды? Дұрыс балалар, бізде 2 қара дөңгелек қалды. Бұл кірпінің көзі болып саналады. Енді біз осыны кірпінің осы жеріне қоямыз. Кірпінің мұрнынан кішкене жоғары болып тұруы қажет. Балалар, біз кірпінің көзін жасап болдық. Енді біз осыған бізде 2 ақ дөңгелек бар еді, соны кірпінің көзінің ішіне қоямыз. Балалар, біздің кірпіміз дайын болып қалды, осындай болып шығады. Енді біз кірпіге осы макарондардың көмегімен олардың тікенектерін шығаратын боламыз. Өздерің осы кірпінің арт жағына, тікенектер тұратын жағына, қалаған жерлеріңе макарондарды жайғастырып шықсаңдар болады. Жарайсыңдар балалар, сендер бүгін өте керемет жұмыс атқардыңдар. Балалар, бүгін біз сендермен не жасадық? Жарайсыңдар балалар, келесі кездескенше аман сау болыңдар.